SQE деген не, кім біледі? Солиситор кім екен, кім біледі? Адвокат. Я дұрыс айтасыз. Қай жердегі адвокат? Сотта, бірақ қай елде? Англияда. Великобритания. Айырмашылығы бар ма Ұлыбританиямен және Англиямен? Қандай? Кім айтып жатыр? Кім? Я, айта бер. Дұрыс. Я, дәл солай. Сөйтіп, Solicitor of England and Wales деп аталады. Он қазір. Жақсы, бастайық енді. Я, дұрыс айттыңыз сіз. Англия ол бір бөлек, Шотландия, Northern Ireland, ол Уэльс басқа бөлек, я. Solicitor. Қазір мен ол туралы айтайын, өзімді таныстырайын. Кім мен әлі білмесе, менің атым Таир Насханов, я. Дұрыс. 94 жылда сіз сияқты мен де университетті бітіргенмін, Казгу бітіргенмін. Содан бері сол заң саласында жұмыс істеймін. Сөйтіп, қанша 31 жыл болды менің осы заң саласында жұмыс істеп жатқаным. Ешқандай үзіліссіз болмаған менде. Бірақ мен қалай бастадым? Мен бастадым, әрине, маған солиситор туралы ешкім айтқан жоқ 94 жылда. Мен тергеуші болып жұмыс істедім. 5 жыл тергеуші болып жұмыс істеп, 27 жасқа дейін жұмыс істедім. Армияға бармау үшін. Кешіріңіз, мен шындықты айтып жатырмын сіздерге. Бірақ маған осы қызығушылық, мен осы тергеуге мен таптым, ол хобби туралы маған болды. Өйткені мен өзіме жоспар қойдым, 27 жасқа дейін осында болам, енді ешқайда қаша алмайсың. Осында баруым керек, жұмыс істеуім керек. Сол Әуезов ауданының тергеуші болып жұмыс істеп, осылай 5 жылдың ішінде 27 жаста Ішкі істер министрлігіне орталық аппаратында осы ең ауыр, ең қауіпті қылмыстармен күресу басқармасының төрағасы болып кеттім мен 27 жаста. Ең жас басшы сол МВД-нің несінде құрамында болдым. Бірақ 27 жасқа дейін келіп, менің енді армия маған қауіпті болмаған, мен сөйтіп неге адвокатураға дайындалуға Алау-Трансгаз газ компаниясына барып, сонда бір жыл сонда жұмыс істеп, бірақ осы бір жылдың ішінде мен дайындалдым. Емтиханға дайындалып, сөйтіп 99 жылда адвокат болып, уже қанша, соңғы 26 жыл сол адвокатурада жұмыс істеймін. 2008 жылда мен өзімнің жеке адвокаттық кеңсені ұйымдастырдым. Соңғы 10 жылдардың ішінде біздің кеңсеміз қазір Legal 500 ол деген не? Ол рейтинг. Халықаралық рейтинг, ең мықты компаниялар, заң компаниялар сол рейтингте тұр. Қазақстанда, білмеймін, адвокаттық кеңселер бар ма, жоқ па, соның ішінде білмеймін. Заң компаниялар бар, бірақ адвокаттық кеңселер, білмеймін, бар шығар, бірақ мен естімедім. Біздің мамандығымыз ол dispute resolution. Dispute resolution дегеніміз білесіз ба не екен? Dispute resolution, кім білмесе мен айтайын. Dispute resolution ол біз соттың нелерін, сотта жұмыс істейміз. Азаматтық істер, әкімшілік істер, қылмыстық істер. Сонда біз жұмыс істеп жатырмыз. Біздің құрамымызда 7 серіктестеріміз бар.
оның ішінде бұрынғы судья, тергеушілер, халықаралық компанияның заңгерлер. Иә, айтпақшы, осында Абзал Қасымжанов болды ғой, иә? Білесіз ба, білмейсіз ба? Иә, ол да сізге ашық дәрістерін берген. Қазір ол Англияда жұмыстарымен жүр. Тағы не айтайын? Иә, Казгу, екі факультетті бітірдім Казгуда, бірдей. Осы бір үлкен ғимаратында Казгу, егер Казгу білсеңіз, екі факультетте жүрдім оны аралығында. Филология факультетінде, заң факультеті. Ешқашан ойламаппын мен заңгер боламын. Ешқашан. Осы тек қана армияға бармау үшін тергеуші болып кеттім, сол мені Құдай осы жолға түсірді. Шүкір деп айтамын. Сосын классикалық жолды айтып жатырмын да сізге. Және мақсаты қандай осы бүгін дәрістің? Мен сіздерге өзімнің кемшіліктер қандай, осы жолда қандай нелерін жасағаным, нелерін дұрыс емес несін, кемшіліктерін, сіз соны біліп, соны жасамаңыз. Сіз мақсатқа тезірек жетесіз. Мен сияқты емес, осылай ұзақ несін созып, сіз тезірек жетесіз. Сол үшін мен сізге соны сізбен бөлісейін деп едім, өзінің тәжірибесін. Классикалық жол, КИМЭП, сосын University of London, КИМЭП and University of London International Law, International Public Law and International Commercial Law. Мен әрине оны бағалаймын, жоғары бағалаймын. LLM деген ол мықты нәрсе. Ол білім беретін, ол сондай сізге осы тек қана осындай нарроу жол емес, wide жолды көрсетеді, wide way. Бірақ та практикалық жағынан осы international law ол сізге сіздің өміріңізде көмектесе ала ма? Осы күнделікті жұмысында, күнделікті нан табуына, клиенттермен жұмыс істегеніне білмеймін. Егер сіз әрине неге бармасаңыз, мысалы ұлттық біріккен ұйымына бармасаңыз, немесе тағы басқа халықаралық қоғамдық мекемелеріне жұмыс істемесеңіз, сонда мен білмеймін ол қандай пайда әкеледі. Бірақ қайталап айтамын, LLM егер алғыңыз келсе, алыңыз. Ол да керек нәрсе. LLM алсаңыз, онда нелері бар, advantage нелері бар, сізге нелерін беретін, нелері плюстарын береді. Бірақ та бүгінгі таңда менің айта кетейін, менің мақсатым сізге айтуға, ол SQE. SQE-ның алдында тағы айтайын деп едім. 2014 жылда мен, жоқ, оны шамалдан кейін айтайыншы. SQE деген не айтайын? Ол Solicitors Qualifying Examination. Ол 21 жылда енгізілген Англияда. Ұлыбритания, сіз айттыңыз ғой, Англия, Уэльс, бірақ Англия, Уэльс деген ол тек қана ашин ғана Англия, Уэльс емес қой. Ол, білесіз ғой, ол несі, жүрегі империяның, бір үлкен, бұрынғы империяның жүрегі, орталығы. Сондықтан қазір British Community 52 мемлекеттер бар соның ішінде. Соларда Common Law. Білесіңдер ма, қандай заң жүйелер бар әлемде? Қандай? Англосаксонская және романо-германская, тағы үшінші бар. Мұсылман құқық. Англосаксон оны басқаша айтуға болады. Common Law. Ал Continental Law қалай аталады тағы? Civil Law. Англияда, мысалы, біз туралы айтады Civil Law Country.
Ал мұсылман елдері, мұсылман құқық. Бізде осы 17 жылда бұрынғы ғасырда біздің ата бабаларымыз осы мұсылман құқығымен өмір сүрген, және билер сол істерді сондай құқығымен істерді бағалаған. Енді егер сіз солиситор болсаңыз, егер сіз солиситор болып кетіп, сіз тек қана Англияда, Уэльсте тек қана сол жерде емес сіздің мүмкіншіліктеріңіз. Бүкіл әлем сіздің алдында болады. Ол нені сізге береді? Ол береді сізге осы есікті ашасыз, бүкіл әлем сіздің алдында болады. Бүкіл әлем. Қайда жұмыс істемесеңіз, Сингапур болсын, Америка Құрама Штаттар, Бразилияда, қай жерде, өйткені контракт-лоу, сіз контракт-лоу болдыңыз ғой, болды ғой, сізде. Контракт-лоу болды ғой. Контракт-лоу бүкіл әлемде ол ағылшын құқықтың бейсис. Ал мысалы арбитраж деген не? Арбитраж, халықаралық арбитраж. Олар бәрі dispute resolution based on English law. Сөйтіп, егер сіз, мысалы, сіз айтасыз, мен солиситормын. Мысалы, сіз барасыз арбитражға қатысуға, сізден сұрайды, сен қайдан келсің? Келдің өзің. Не сенің артында не бар? Сіз айта аласыз. Мен солиситормын. Солиситорсыз. Онда сізбен сөйлесуге болады. Онда сізге сондай ұсыныстар береміз. Осындай бізде жобаларымыз бар, бірге жұмыс істейік, бірге ақша табайық, клиенттерге көмектесейік. Оны бәрі сізге сол солиситор мәртебесі жолын ашады. Бірақ сол солиситор болу үшін, айтпақшы, Ұлыбританияда екі түрі бар. Менің сұрағыма біреу жауап берді, адвокат деді. Ол дұрыс, жауабы дұрыс, бірақ адвокат ол Қазақстанда адвокат. Мысалы, Түркияда адвокат. Бірақ Англияда екі түрі бар, сол адвокаттардың. Біреу солиситор, дұрыс. Екінші баристер. Бірақ та, егер баристер 16-17 мың қазір, ал солиситорлардың саны 114 мың. Бүкіл әлемде олар. Тек қана Англияда емес отырған. Бүкіл әлемде бар. Сондықтан, мен не айтайын деп едім? Онда екі емтихан. Біздің мақсатымыз не? Мен бүгін не айтайын деп едім? Осы ойланыңыз. Несін? Айтпақшы тағы. Кімге қызық болса, нақты қандай гайдлайн, қандай нұсқау осы жолда бар, сіз несін маған жіберіңіз өзінің нелерін, электрондық адрестерін. Телефонды айтайын ба өзімнің телефонды? Айтайын. Жазыңыз. 8 701 771 88 77. Таир Насханов. WhatsApp-қа сіздің электрондық нелерін жіберіңіз, мен сізге гайдлайн жіберем. Нақты, қандай степ-бай-степ, қандай қадамдар жасау керек, оны тезірек жету үшін, мақсатқа жету үшін, осы солиситор болам деп. Енді сол solicitor qualifying examination, ол екі нелері бар, екі этаптар бар. Бірінші solicitor qualification exam 1, SQE 1. Оның ішінде FLK 1, FLK 2 бар. Ол не екен? Айтпақшы, екінші слайдқа қалай барайын? Қалай, не істеуім керек? Не істеуім керек? Кешіріңіз. Ой, тамаша. Көп рахмет.
Көп рахмет. SQ Function Legal Knowledge FLK1 дейді. FLK1 оның ішінде не бар? Business Law, Contract Law, Tort Law, Legal System of England and Wales, Constitutional, Legal Services and Ethics. Ethics айтпақшы, ол бүкіл неге бәрі нелеріне модульдерге кіреді. Өйткені этика ол да орталығы. Бүкіл егер сен мықты солиситор болсаң, бірақ сен ішінде сен адам емессің, сен өзің несін ойлайсың, мен қалай клиенттерді алдайым деп. Болмайды солай. Болмайды. Немесе сен алмайды солиситор болуға. Өйткені таңдайды сен қандай нелері, характеристика, ол формальдық нәрсе емес ол. Сені тексереді, нақты, сен қай жерде оқыдың, сұрайды, анау жігіт, қыз қандай, мінезі қандай, іші қандай оның, бәрі сондай, іші дүние қандай деп. Сондықтан оларда этика өте жоғары деңгейде тұр. Олар клиенттерге құрметпен қарайды. Және олардың мақсаты неге? Правосудие дейді, оны әділеттіліге көмектесуге. Олар өз-өзінде, және заң олар солай аталады, правосудиялардың нелері, офицерлер. Осылай, олардың мақсаты сол. Сотқа неге әділетті нәтижесіне жету үшін олар көмектеседі. Сол солиситорлардың ең басты мақсаты сол. Ал FLK2 ол шамалы қиынрақ. Оның ішінде land law кіреді. Айтпақшы, оның алдында мен сізге айттым, мысалы, tort law дегеніміз не, білесіз ба, не екен tort law? Tort law білмейсіз. Бірақ азаматтық құқықты өттіңіз, солай ғой? Tort law, мысалы, мен дүкенге кіремін. Дүкенге кіргенде еден тайғақ, мен құладым, аяғын сындырдым. Кім кінәлі? Дүкеннің иесі кінәлі. Өйткені ол жазған жоқ. Сайын, ақырын, тайғақ, еден, жүрмеңіз деп. Мысалы, мен құладым, мен сосын сотқа барам. Ол tort law дейді. Егер саған зиян келтірді біреу, сен ол зиян берушіден соны несін аласың, ақысын аласың. Property law, wills деген не? Ағылшын тілін білесіз ғой. Wills ол, мысалы, адам өледі ғой, біз бәріміз Аллаға қайтамыз. Бірақ wills деген не? Ол кім не? Мұрагерлік, дұрыс. Бізде мұрагерлікті кім ұйымдастырады? Нотариустар, солай ғой? Оларда солиситорлар. Солиситорлар жасайды, вилсті жасайды, қалай вилс жасау керек, кім анау бірінші қатын, кешіріңіз, бірінші әйел жұлып келіп, менің құқым бар, оның мұрагерлігіне миллион фунттардың. Бірақ соны болмау үшін дұрыс вилс жасау керек. Ол солиситорлардың жұмысы. Trust law деген, trust кім біледі, trust не екен? Дұрыс, trust ол, сөзі trust, сенімділік. Бірақ trust law деген не? Қалай айтыңыз? Жоқ, қалай айтыңыз, Айгүл? Дұрыс, ол trust деген ағылшын тілінен аударылады, дұрыс. Сенім. Бірақ trust ол біздің құқығымызда жоқ. Мен университетте, Лондон университетіне оқығанда мен түсінбедім, не деген, trust деген не? Не деген? Trust, мысалы, мынау MacBook менікі. Солай ғой, мен иесімін. Бірақ, мысалы, маған Айгүл, оған, мысалы, әке MacBook'ты беріп, оған айтты, саған MacBook,
бірақ он макбукты тайырға бересің, тайыр қолдан алады, бірақ сен ол қолдау үшін саған ақша береді. Мысалы, ол trust construction дейді, ол конструкция сондай. Немесе trust беруші, онда мысалы нелері бар, шоты бар, шотта мысалы ақша бар. Сол ақшасын бенефишери кім болады? Мысалы мен айтам, Айгүл, сен трасти боласың. Сен банкте иесі Айгүл болады. Бірақ пайыздар, ана нелері қандай, осы ақшаға қандай не пайда, ол бенефишери бар. Бенефишери көрсетілмейді. Бенефишери кім екенін біз білмейміз. Сол үшін ғой біздің көп нелеріміз, анау қашып кеткен нелеріміз, ескі Қазақстанның. Олар неге өзінің ақшасын қалай сақтай алады? Әлі күнге дейін. Бірақ мен ойлаймын, ол бітеді уақытымен. Өйткені бенефишери белгісіз. Мысалы, трасти ол бір мистер Джонс деген. Ол иесі. А бірақ кім нақты, кім оның пайда алушы? Біз білмейміз. Сұрақ. Әрине, егер ол қылмыспен тауып алған ақша, онда әрине бенефишери алады. Бір іс болды. Жақсы сұрақ. Бір прокурор, Сингапурдың прокуроры несін алады? Брайб алады. Пара алады, сол ұсталады. Сингапурда ағылшын құқық. Онда ол да конструкция жасайды. Өйткені прокурордың бас міндеті ол мемлекетке, қоғамға қызмет ету. Солай ғой. Сондықтан ол ақшасын не үшін алды? Ол ақшасын мемлекетке және қоғамға пайда беру үшін. Constructive trust дейді оны. Сондықтан ол ақшасын, брайб алған ақшасын қайтару керек мемлекетке. Әрине ол жауапкершілікке тартылады. Әрине қылмыстық отырады, анау. Бірақ олар осы нәтижеге осылай жетеді. Осылай арқылы. Өйткені оларда әр адамда, әр ситуацияна жақсы жағынан қарайды. Біз сияқты емес, қылмыскер, олар қарамайды солай. Олар адам, ол біріншіден жақсы адам болу керек. Сондықтан сондай presumption дейді оны. Сол траст шамалы түсінікті ма, жоқ па? Шамалы түсінікті. Шамалы. Өйткені мен білемін, ол нақты. Мен бір жарым жыл оқыдым, мен тек қана бір жылдан кейін шамалы түсіндім. Не екен? Әрине, тағы бір мәселе бар ФЛК 2-сінде, ол tax law. Бізде мысалы үйді сатасың, келістік, барды нотариуске қол қойды, бір күн ішінде болды, шарт бар. Солай ғой? Common law сонда емес. Мысалы, сіз Малайзияда пәтерді сатып алсаңыз, 7 терге дейін сізден бәрін тексереді. Біріншіден сізден тексереді, сіз қайдан ақша алдыңыз? Және өткені шетелдік азамат. Және анау кім сатушы? Оны да бұл пәтер қашан сатып алған? Оның қандай нелері, қарыздары бар ма, жоқ па? Сол pre-contract stages, contract stage, pre-completion stage, completion stage, post-completion stage. Ол 3-4 айға ұзартатын мәселе. Бірақ та, сосын нәтижесінде осындай сот процестер аз, біздікі сияқты емес. Бізде қандай, мен білем ғой, неше жыл бойы жұмыс істейміз. Неше дауларды қатысқан. Неге? Өйткені қарамайды,
ана несін, әйелдің несі бар ма жоқ па, несі согласиесі жоқ па бар ма, ол сосын келеді, менен алған жоқ, несін рұқсатты алған жоқ, мен дауласамын деп жүресің сосын оларына. Немесе бір жерде қол қоймаған, мысалы нотариус дұрыстап назар аудармаған, осындай болады. Бірақ оларда сондай болмайды. Енді мысалы айтпақшы, мен неге мен мақтану деп осындай университеттерін бітірдім, жоқ, ол несін себебі сондай емес. Мен айтатым, SQE экзам, мен сізге айтам. Кім IELTS кім тапсырды? Алдында бала болды. IELTS қиын ба? Қиын. Мен сізге айтамын, SQE IELTS-тен 10 есе қиын. 10 есе өте қиын емтихан. Өте. Біз мысалы civil law оқыдық. Мысалы сізге осы trust law, мен сізге айтып жатырмын ғой, trust law дегенде. Оны түсіну үшін өте қиын. Ол басты миыңды сындырасың да. Сондықтан бұл емтихан ол 2 күн өтеді. FLK 1 5 сағат, FLK 2 тағы басқа күн 5 сағат. Оның ішінде 1 сағат үзіліс. Бірақ оның алдында дайындалу, мен 3 жыл дайындадым. 3 жыл дайындадым, күнде азанда тұрып, сағат 5-те, сағат 8-ге, 9-ға дейін отырасың, оқисың, сосын кешке жақын ұйықтардың алдында тағы 1 сағат, сөйтіп 4 сағат, 3 жылдың ішінде. Оны осылай отыр, ол еңбек. Бірақ та, егер соны сіз өтсеңіз, сіз өзіңізді құрметтейсіз. Өйткені сіз сондай интеллектуалдық сынақты өттіңіз. Және нәтижесі жақсы болады. Қазіргі таңда сізге айта кетейін, SQ2-сіне қазір жетеміз біз. SQ2 тағы бар. SQ2-де ол да сондай. Оның ішінде 16 емтихан. 16 емтиханның ішінде ол 5 күн өтеді. Ол, мысалы, SQ1-ді сіз басқа елде, мысалы, онлайн ретінде өткізе аласыз. Мысалы, Дубайда, Абу-Даби, мен Хайдарабадта жүрдім, сандалып, бір сондай болды да менде. Қаңғып. Өткен Алматыда жоқ, Қазақстанда жоқ сондай орталықтар, өкінішке орай. Бірақ SQ2 соған бару керек. Лондон, Манчестер, Кардиф. 3 қалаларында. Неге? Өткені кіресің, олар несін жалдайды, несін қонақ үйді. Кіреді бір кісі, актер. Ол, мысалы, Кокни деген не? Білесіз ба, Кокни? Кокни ол диалектер көп нелерін. Ағылшын тілінде өзі Лондондың ішінде диалектер көп. Кейбіреулер түсінбейсің, не айтып жатқан, несі, ботқа сияқты аузында. Түсінбейсің, не сен айтып жатсың. Ол келеді. Ол, мысалы, несін ойнайды, ұры. Оның өзін сленгі бар. Оны түсіну үшін ол да бір 7 мен 5 IELTS. Не үшін керек соны? Ол саған айтады, мен ешқандай кінәм жоқ. Мен кінә емеспін. Ол анау полицейский маған осы қалтасына салдым, бөтен несін ақшасын. Мен ақшам емес деп. Бірақ мен енді қандай не болады менде? Сен оған консультация беру керек, кеңес беру керек. Адамша. Бірақ оған түсінікті болу үшін. Сонда әдеби тілімен емес, Шекспир тілімен емес. Оған түсіндіру керек. Сен магистрат кортқа барасың. Сонда сенен сұрайды судья. Сен кінә мойындайсың ба, мойындамайсың ба? Егер мойындасаң, осындай жаза аласың. Мойындамасаң, процесс болады. Процесс осындай болады. Сенің құқың бар магистрат кортқа немесе краун кортқа баруға. Краун кортқа барсан,
жюри болады, қалыстар, ана білесіз ғой не екен қалыстар. Иә, осындай бәрін ауызша. Бірақ сосын шығасыз, басқа комнатаға отырасыз, и қалам, сондағы не, компьютер жоқ, жазасыз оған. Осы, бірақ уже сондай, ресми түрде. Осындай заң бойынша осылай. Ол мысалы бір мәселе. Екінші емтихан мысалы сізге несін жібереді, тапсырма. Осындай әйел, осындай әйел жесір болды. Оның жұбайының, оның алдында әйелі, 2 бала бар, сол бір оның алдындағы мәрияждан. Енді осы некеде 3 бала бар. Кім қандай немен алады, бөлігімен. Жазу керек. Береді мысалы, 30 минут дайындаласыз. Бірақ сосын 15 минут ішінде дұрыстап тұрып, құжат ретінде жіберуіміз керек. Оны тексереді. Осындай SQ2. Бірақ та мен сізге айтайын деп едім. Қазіргі таңда. Мен адвокатпын ғой. Айтпақшы, мен айтқан жоқпын. Тағы ол мақтаныш емес қайтадан. Мен, білесіз ғой, адвокаттар біздің Қазақстанда кейбір кезде қудаланады. Мысалы, келеді сотқа, судья айтады, сен, болады сондай. Өкінішке орай, кейбір, немесе тергеушілер, оперлар, сондай болады жұмысымызда. Ол дұрыс емес әрине. Бірақ оларды, адвокаттарды да қорғау керек. Бізде сондай. Сондықтан бізде Қазақстанда комиссия бар. Республикалық, білесіз ғой, адвокатура структурасы қандай, білесіз ба? Білмейсіз ба? Кім білмесе айтайын. Республикалық алқасы 6200 адвокаттар бар Қазақстанда. Сонда әр адвокат міндетті түрде территориялық алқасының мүшесі болу керек. Олар бәрі алқалар, 20 алқалары неге кіреді? Республикалық алқасына кіреді. Сондықтан олар төлейді сол неге, аппаратқа. Аппараттың ішінде несі бар? Төрағасы бар, президиум бар, сосын тағы тәртіптік комиссия, және ғылыми консультативтік комиссия, және мені басқарып отырған комиссия. Кәсіби құқықтарын қорғау комиссиясы. Біз, мен недемін ғой, бірақ мен бәрі бір президиумның қасында жүрмін ғой, оларға айтып жатырмын. Мына нелері бар, мүмкіншілік бар. SQ2-ден басқа адвокаттар, басқа елдердің exemption алады. Exemption деген білесіз ғой, не екен? Exemption не екен? 7 мен 5. Exemption деген не? Exemption ол жеңілдік. Ол мысалы SQ2 қазіргі таңда ол міндетті түрде бару керек. Сен SQ1-ді тапсырдың, бірақ SQ2-ні тапсыру керек. SQ2-ні сені ешкім рұқсат бермейді, егер сен SQ1-ді тапсырмасан. Бірақ та біздің жұмысымыз, адвокаттардың жұмысы. Ол практикалық жұмыс. Біз сотқа барамыз. Біз шарттармен жұмыс істейміз. Біз police station дейді, полицияға барамыз, көмектесеміз. Осы Нұрила бар ғой, Нұрила, вот менің ең сондай құрметтейтін осы өте тамаша, шын айтам, практикада осы сіздің әріптесіңіз. Ең мықты бізге көмектесті. Мысалы, police stationға, полицияға дайындаймыз, мысалы, жауаптар Нұрила көмектеседі. Талап арызын дайындау Нұрила көмектеседі. Ол біздің жұмысымыз, ол практика. Сондықтан кейбір мемлекеттердің адвокаттары жеңілдік алады ол SQ2-ден. SQ2-ні тапсырмайды. Сол үшін біз application жаздық. Application ол арыз, арыз, үндеу, солай айтуға болады. Біз қазақ адвокаттарымыз аналардан төмен емеспіз. Біздің де сондай жұмыстарымыз бар. Сондай бағалаңыз бізді. Бізге SQ2-ні беріңіз. Сізге айта кетейін ба тарихынан? Қалай болды? Қалай өзі көп адвокаттар
солиситор болып алды 10 жыл бұрын. Айтайын ба? Тарихымнан. Мен бастадым ғой LLM. Сол мен ойладым, мен LLM алсам. LLM болады. Мен жұмыс Англияда таба аламын. Қай жерге барсам, менде жұмыс болады, анау мүмкіншіліктер болады. Келдім Лондонға. Оқып жатырмын несін, тас сияқты мынау, тас сияқты маған, мен түсініксіз не. Сосын, жақсы, мен LLM боламын, сосын, ол мен қалам ба, қалмайын ба, жұмыс табам ба, таба алмайын ба. Келдім, Law Society дейді. Law Society ол, білесіз ғой, не екен? Law Society ол, Англияда сондай біздегі сияқты республикалық қалқасы, бірақ сол кезде онда сондай несі болды. Жоғары деңгейде. Қазір SRA, Solicitor Regulation Authority. Сонда келдім, айттым. Осы мен қазақ адвокатымын. Қазір LLM-ді университетте Лондон оқып жатырмын. Мен жұмысты істей аламын ба? Оған айтты, бар демал. Біз білмейміз, сіздің біліміңіз қандай. Мен 40 жаста сол кезде. Менің жасым 40 жаста сол кезде. Сондықтан мен сізге айтып жатырмын, ешқашан кеш емес оқуға. Өйткені бас дейді, бас. Мен қайтадан bachelor degree баруға, оқуына, сосын сол жерде legal training course болды. Сол кезде legal training course бір орынға 200 адам competition. Мен қайда, мен білем ғой, мен өте алмаймын. Мен онда айттым, қандай не бар, қандай мүмкіншіліктер бар ма? Олар айтады, бар. Бірақ сіз оған кірмейсіз. Біз Қазақстанда recognized jurisdiction сияқты біз оны танымаймыз, білмейміз. Өйткені мен қарасам, олардың тізімінде тұр. Азербайжан, Ресей, Украина адвокаттары емтихан тапсыру үшін оларға не бар? Мүмкіншіліктері бар. Олар рұқсат береді оларға емтихан тапсыру. Маған мысалы, алдымен bachelor degree, legal training course, сосын ғана маған емтиханға кіру рұқсат береді. Мен ойладым, ол әділетті емес. Бірақ не істеймін? Қарасам, Азербайжанда тек қана Азербайжанның азаматтары адвокаттар бола алады. Мен ойладым, мен ана жерде адвокатураға кіріп, сосын емтиханға барамын Англияға. Украинада сол. Қарасам, Ресейде адвокаттар міндетті емес, Ресейдің азаматы болу үшін. Мәскеуге келдім. Мәскеуде таптым таныстарымды, әріптестерімді. Олар кірді, Резникті білесіз ба? Кім? Генри Резник. Білесіз ба? Білмейсіз ба? Білмейсіз. Бірақ бұрын ол сондай мықты кісі болды. Ол Мәскеудің адвокаттарын паласы төраға. Ол айтпақшы диссертацияны Алматыда, кандидаттық диссертация Алматыда қорға. Ол айтты, айналайын, бізде не бар? Очередь бізде. Бізде кіру үшін Мәскеу палатасына басқа регионның адвокаттары 5-6 жыл күтеді. Сен баршы провинцияға кіріп, сосын сені ауыстырып, солай істейміз. Сосын басқа бір әріптестерді тауып, Орынборға бардым. Орынборға бару, ол да екі талай. Тікелей жол жоқ. Сөйтіп 2 жылдай жүрдім соған. Нелерін тапсырдым, құжаттарын тапсырдым. Заң бойынша мені қабылдау керек. Бірақ қабылдамайды. Келсем, айтады, біз сізді келесі отырысқа, 2 жыл осылай жүрдім. Уақыт өтіп жатыр ғой? Уақыт. Мен неге сізге айтып жатырмын? Өйткені уақыт, сіз әлі жассыз, сізде мүмкіншіліктермен, өйткені білесіз ғой, ең басты нәрселер ол уақыт, жастық. Сіз жас екенсіз, сосын денсаулық, бос уақыт. Бос уақытты қазір білімге салыңыз, мен жақсы заңгер деген кім? Жақсы заңгер ол күнде өзімен күресетін адам.
өзімен өзіңді жақсартатын адам, ол заңгер, дұрыс заңгер. Сондықтан мен ойладым, қойшы мынау, мен не істеймін? Қайтадан Лондонға бардым. Қайтадан барып айттым, не істеуім керек қазақ адвокаттар, recognized адвокаттар болу үшін. Олар айтты, түсіндіріп беріңізші бізге сіздің заңыңызды. Сіздің адвокаттарыңыз қалай жұмыс істейді, соны айтыңызшы. Сонда мен неге күнде жұмыс сияқты Law Society-ға барып, заңды түсіндіріп беріп, бізде осындай адвокат лицензия алу үшін оның алдында стажировка өту керек, емтихан тапсыру керек, емтиханнан кейін кіргізеді неге алқасына, сосын жұмыс істейді. Қандай жұмыс? Күнделікті жұмыс осындай. Бізде тәртіптік комиссия, егер мысалы тәртіппен жұмыс істемесең, онда саған жауапкершілігі болады. Соны бәрін түсіндіріп бердім. Где-то 2 аптадай жүрдім. Нәтижесінде олар айтты, сіз дұрыс адвокаттарсыз. Онда бізге несін? Арызды жіберіңіз, біз қарап шығып кіргіземіз сіздерді. Келдім. Мен айтпай қояйын, қалай болды, бірақ шамалы қиындау болды осы жерде. Өйткені маған енді менің ана бұрынғы Совет одағының нелері ол бұрын болды ғой кез. Олар айтады, ағылшын құқық, ағылшын солиситор, ол бізге керек емес. Бізде бәрі тамаша. Қайдағы тамаша? Ол мүмкіншілік. Оларды где-то 1,5 сағаттай мен оларды үгіттедім. Мен өзім жасам, өзім арызды жазамын. Сіз тек қана қолды қойыңыз, болды. Мен несін, әйтеуір келісті, жібердім. Олар маған звондайды Англиядан. Сізде веб-сайт ағылшын тілінде жоқ. Бізге түсініксіз, сізде не аударыңызшы. Соны да аудардым. Аударып, 6 аптадан кейін бізге recognize берді. Қазақтарға recognize берді. Оның алдында Ресей 8 жыл күтті. 8 жыл. Бізге 6 аптадан кейін берді. Соны пайдаланып, осы схемасын пайдаланып, неше талай адвокаттар қазір Англияда, Сингапурда, тағы басқа елдерінде, Швейцарияда жұмыс істеп жатыр. Құдайға шүкір. Енді қызық па, қызық емес пе? Қызық. Мен де ойлаймын, қызық. Бірақ та, мынау емтихандар өте қымбат. Олар біз әлі білмейміз, осы көп бізде білмейді несін, пайда. Солиситор болу үшін қандай пайда. Бірақ бүкіл әлемде ол таласып жатыр емтихандарды тапсыру үшін. Мыңдаған адамдар бүкіл әлемнен осы емтиханға дайындалып төлейді. Оның ресми бағасы SQ1 1798 пункт, SQ2 2766 пункт. Сөйтіп 4564 паунд. Қымбат, өте қымбат. Бірақ та өзіңіз түсінесіз ғой. Егер сен солиситор болсаң, сен, мысалы, Англияда білесіз, кім болды, кім болған жоқ, мен айтайын. Ұлыбритания ол класс society. Оларда солиситорлар, заңгерлер жоғары деңгейде тұр. Өйткені олардың несі көп не. Олардың жұмыстардың нәтижесі көп. Олар адамдарға көмектесе алады. Өйткені оларда заң бойынша мемлекет және қоғам өмір сүріп жатыр. Олар миында сол. Әр мәселені тек қана солиситор арқылы шешеді. Сондықтан мына шығындарды олар біледі. Мен шығындарды осы төлеймін, бірақ менде келешекте бәрі шоколадта болады.
бәрі дұрыс болады, олар уайымдамайды. Енді не айтайын деп едім тағы. Бірақ та қалай дайындалу керек? Қалай дайындалу керек? Оны айттым, я? Зачем? Неге қазақ, неге заңгерге, не үшін? Айттым ба? Айттым ғой, я? Айттым. Білесіз ба, қазір бізде Астанада не бар? Қаржылық орталығы бар. Білесіз ба? Сонда сол оның қай құқығы қандай сол арбитражда, білесіз ба? Ағылшын құқық. Дұрыс айтасыз, дұрыс айтасыз. Дұрыс айтасыз. Жоқ. Қалай солистр болуға болады? Қалай солистр болуға болады? Қалай солистр болуға болады? Біз SQ2-де тоқтадық. Енді сіз SQ2-сін иншаллах бітіресіз. Егер exemption алмасақ, мен үмітім бар, что бізде exemption береді бізге. Менің сондай үмітім бар. Өткені мен ойлаймын, ол дұрыс болады. Өткені қалай айтуға болады? Басқаларға береді ғой. Бізге неге бермейді? Бізге де берсін. Біз олардан не артық па? Енді SQ2-ні бітірдіңіз, сосын несін? Suitability деген не? Character and suitability. Біз ойлаймыз, мінезіміз бізге мінезіміз шатақ бола берсін, бірақ мен жұмысты жақсы жасаймын. Ол да дұрыс емес. Өйткені клиентпен сен мінезің керек емес. Дұрыс этика бойынша клиенттермен жұмыс істеу керек. Оны кім бағалайды? Оны бағалайтын әріптестер, клиенттер және анау басшылар. Басшылар ол алқасының төрағалары. Мысалы, мен арбитрмын. Халықаралық арбитраж бар, EUS. Мен сол арбитрмын. Мысалы, арбитраждан маған береді. Осындай мінездеме. Енді сосын suitability олар қарайды, сен дұрыссың, сен suitable'сың, сен тиімді, сондай дұрыс боласың. Сосын төлейсің, 100 паунд төлейсің. Және саған беріледі сертификат, титул Solicitor of the Senior Courts of England and Wales. Енді қараңыз, мен ана несін емтиханды тапсырғаннан кейін мен қиналдым ғой, мен айтып жатырмын ғой, 3 жыл. Менде істерім көп өзімде. Мен күнде жұмыс істеймін, клиенттерім бар. Олардың несі тағдыры, мен оларға көмектесемін, олар сондай реактивтік позицияда тұр, олар мысалы, әрине түрмеде отырған адам, оған көмектесу керек қой, солай ғой. Сосын қоғамдық жұмыс. Сосын отбасым бар, ит бар менде, андасанда ауырады, мысық бар. Сосын ана SQ2-ге ол да уақыт керек қой, Сондықтан дайындалу керек. Сосын провайдер деген не? Мен айттым ғой, ол ресми төлем. Төлейсің, ана SRA-ге төлейсің, сенің application қабылдау үшін сен төлеу керек. Бірақ сен өзің дайындала аласың ба? Сен өзің өзіне ол сұрақты қойыңызшы өзіңізге. Әрине, мысалы, мен әрине дайындалмадым. Қалай? Маған түсініксіз. Қай жағынан осыған баруым керек? Түсініксіз. Солай ғой. Сондықтан мен Барбри арқылы, Барбри деген сондай американдық сондай провайдер бар. Оларға
мыңнан астам ақша төледім. Сосын University of Law кітаптар, сосын QLTS. Сөйтіп, мен айтпай ақ қой, айтайын ба қанша ақша төледім? 15.000 фунт төледім мен. Мына неге? Дайындалу үшін. Өте қымбат. Өте қымбат. Оны жолы, ана неге бару керек қой, ана ол бізде елде жоқ қой сол емтихан. Оны бару керек. Сосын айтпақшы, тағы бір мистейк менің жасаған. Мен алдында айттым ғой, мен Казгу бітірдім, Civil Law деген, анау айттым ғой, иә? Бірақ SQE тапсыру үшін ағылшын құқық, ол тіпті басқаша нәрсе, тіпті басқа. Мен оны түсіну үшін Лидс университетіне түстім. Лидс университетіне Law of England and Wales курсына түстім. GDL менде тағы бар. Graduation Diploma of Law. Бірақ мен оның алдында, SQE-дің алдында тапсыруым керек, баруым керек еді. Мен бірдей істедім оны. Қараңыз, менде сессия, мысалы, сессия. Ол өте Англияда оқу, ол кешіріңіз. Мен өзім қазақпын ғой, мен осы жерде оқыдым, білем. Бірақ Англияда оқу ол өте бір сынақ, өте қиын. Сол кезде сессия емтихан SQE. Ол менің нем болды, мен дұрыс жасама. Өйткені оны бірдей жасау керек емес. GDL, егер мүмкіншілік бар болса, GDL алдымен бару керек, сосын ғана SQE-ге дайындалу керек. Бірақ та, мен не айтайын деп едім. Өйткені мен GDL өттім ғой. Менде шамалы білім бар ол туралы. SQE-ді тапсырдым. Енді SQE-ді енді қараңыз, емтихан тапсырдым. Қараңыз, мысалы, азанда тұрасың, сағат 6-да оқисың. Мен айтып жатырмын, бір айдың алдында 3-4 сағат, мысалы, жарты жыл, қайдағы жарты жыл, 10 ай, мысалы, дайындаласың бір FLK-ға, FLK 2-сіне, мысалы. Ол, мен айтып жатқаным, ол сондай, күнделік. Бірақ, емтиханның алдында, бір ай бұрын, мен вообще кетіп қалдым шетелге. Маған ешкім кедергі жасамасын, әлеуметтік желілерде отырмау үшін, телефонды өшірдім. Сөйтіп, 6-да тұрасың, оқисың, сол номерден шықпайсың, кешке жақын оның алдында тамақ аласың, жейсің, сосын қайтадан оқисың, сөйтіп 8 сағат тұрмай, оның емтихан алдында дайындалу керек. Өте қиын нәрсе, өте қиын. Сосын оны тапсырғаннан кейін саған бермейді, несін айтпайды, сен тапсырдың деп. Жоқ. Күтесің. 2 ай күтесің. Сен білмейсің, сен тапсырдың ба? Тапсырған жоқсың. Ол да сондай, сынақ. Мен сол кезде өзіме уәде бердім. Өзіме және Құдайдың алдында. Егер мен тапсырсам бұл емтиханды, мен осы біліміммен бөлісейін. Мен өттім, Құдайға шүкір. Өттім, мен ойладым, қой, мен енді осы біліммен бөлісім керек, ол менің міндетім. Сол үшін мен ақша үшін емес, маған мен содан көп несін табыс аламын деп, жоқ. Ол менің жаныма, ол менің міндетім, өзімнің міндетім. Сондықтан бұл несін курсты
курста жоспар бойынша қазір қазір жұмыс істеп жатырмын. Ол курсын мен қазір курсты жасадым. Бар менде жазбаша түрінде. Енді мен оны күнде менде таныс бар, солиситор баристер. Оларға күнде мен оларға ауызша айтып жатырмын. Trust дегеніне, constitutional law дегеніне, осы сырын айтып жатырмын да сізге. Олар маған фидбак береді. Осында сұрақтар қояды. Қосымша сұрақтар. Сол сұрақтар бойынша мен осы кемшіліктер олар маған айтады. Мен оларды тыңдап, оны жөндеп жатырмын. Енді 3 рет аптасына, мен ойлаймын, 3 рет аптасына оны 3 рет аптасына деп ойлаймын, кешке жақын. 2 мәрте, әрине ағылшын тілінде. Әрине тек қана кім IELTS-та 6,5-нан және жоғары тапсырды. Өйткені кешіріңіз, ағылшын тілін білу керек. Ол әрине қазақ тілінде оны беруге болады, бірақ ол басқа пән болады. Ол ағылшын құқығы болады. Бірақ SQE-ге, емтиханға әрине сол тілде дайындалу керек. Сол ағылшын тілінде. Өйткені оларда қараңыз, мысалы SQE-1-де бір сұрақ қояды, 5 вариант. Оның 5 варианттардың ішінде, шын айтам, 3-еуі дұрыс. Бірақ сол 3-еудің арасында ең дұрысты табу керек. Қалай табасыз? Ол дәл осылай қалай заңда немесе case law білесіз ғой не екен? Қалай шешімде, соттың шешімде қалай жазылып тұр? Осылай жазу керек. Promptly мысалы, бір сөзде сөз promptly болмайды. Жалпы жауап дұрыс, бірақ promptly жоқ. Бір жерде бар. Заңда promptly бар, соны басу керек. Сондықтан ағылшын тілінде ол маңызды нәрсе. Енді қараңыз, егер қызық болса, мен онда сіз маған жібердіңіз ғой электрондық нелерін, өзінің адрестерін. Сізде әлі уақыт бар, барыңыз, IELTS-ті тапсырыңыз. IELTS-ті ол сізге де керек. Барасыз ба осы курсқа, бармайсыз ба? Бірақ егер мысалы LLM-ға түсу үшін бәрібір сізге не керек? IELTS керек. Бәрібір. Барыңыз, тапсырыңыз. Бізде әлі бір ай, бір жарым ай бар. Мен оны әлі нелерін презентация жасаған жоқпын, жасаймын, осы дайындала берейін. Сол, енді тағы бір мүмкіншілік бар. Солай. Бізде заң бойынша адвокаттар туралы айтып жатырмын ғой. Адвокат болу үшін 1 жыл стажировка өту керек. 1 жыл. 1 жылдың ішінде жас түлек 1 жылдың ішінде үйренеді қазақ құқығына. Практика жағынан бәрі осы оқу. Сондықтан 1 жылдың ішінде менде егер стажер келсе, ол біріншіден стажировканы өтеді. Ол стажға кіреді, стажировка. Стажға кіреді еңбек кітапшасына. Және маған көмектесіп, курсқа тегін дайындалады өзі. Өйткені мен тапсырма берем, осындай жасау керек, осылай. Сосын ол қатысады, мысалы, сабақтарына қатысады. Сосын мысалы, аптасында 3-ші мәрте ол практикалық сабақ қой. Оған сұрақтар маған қойылады аптаның ішінде. Осылай түсіндіріп беріңізші. Сол 1 сағаттың ішінде біз оны талқылаймыз. Сөйтіп, менің қасында жүрген стажер 1 жылдың ішінде стажировканы өтеді.
адвокат болып кетеді. Және емтиханға солиситор болу үшін дайындалады. Осындай мүмкіншіліктер маған егер бергенде, мен өзім 30 жыл бұрын білмеймін. Бірақ Құдайға шүкір, әйтеуір менің жолымда жақсы. Сол сұрақтарыңыз қоя беріңіз. Мен қуанышты боламын сіздің сұрақтарыңызға жауап беруге. Алейкум ассалам. Иә. Жақсы сұрақ. Шын айтам, мен тергеуші болып, 5 жыл тергеуші болып жұмыс істедім. И маған ол алған тәжірибем бүкіл менің өміріме пайдалы болды. Неге? Өйткені бізде қазір оқимыз ғой, қазір таратылып жатыр ғой американдықтардың кітаптары. Тайм менеджмент, анау. Тергеуші тайм менеджмент. Күнде жоспар қоясын. Не істеу керек? Осы мына түрмеге бару, анадан жауап алу, анадан беттестіру. Егер сен оны үлгермесең, онда мерзімдер бар. Заң бойынша мерзімдер 2 ай. 2 айдан кейін созылсан, егер сенің мысалы сезікті, күдікті мысалы түрмеде отырсың, сен жауапкершілікке тартыласың. Сондықтан ең басты ол тәртіптік. Ең басты сол. Және қызығушылық болу керек. Қызық болу керек. Жұмыс қызық болу керек. Мен айттым ғой, мен оны не сияқты, маған хобби сияқты болды. Мен күнде 24/7 мен жұмыс істедім. Қызық болды. Қызығушылық және тәртіп. Және маған көмектесті. Менің нем жақсы нелері болды. Ұстаздар болды жақсы. Олар мені үйретті. Осылай жасау керек, осылай жасама, осындай қағаздарды осылай толтыр. Бірінші күннен бастап маған көмектесті. Мен ризамын. Сондықтан және қазір айтып жатыр ғой, жемқорлық, ешқашан тимеңіз осы. Қолды былғамаңыз, керек емес. Ол көп нелер әсер тиеді, керек емес. Заң бойынша қызығушылық болу керек. Сен не үшін сол жұмысты жасап жатырсың? Өйткені сен сөйтіп сол жұмыспен, сен әділеттілікті осы жерде, біздің Қазақстанда оны орнатылып жүрсің. Сенің жұмыс арқылы осы қылмыскерлер азайтып жатыр. Онда егер осындай ниетімен жұмысты істесе, жеңіл болады. Өйткені тергеуші жұмыс өте қиын. Өйткені тергеушіден кейін маған бәрі қиын болмады. Все. Өйткені осы ең қиын тергеуші. Басқасы қиын емес. Тағы қандай сұрақтар бар? Біріншіден қандай мақсатты қойып жатырсыз? Қараңыз, дұрыс сұрақ. Мен алдында айттым. Менде LLM бар мысалы. Бірақ та егер егер мен оны LLM немесе SQE қандай пайда? LLM-нен қандай пайда аламын? Ол әдемі диплом. Менде LLM бар.
қандай пайда одан? Пайда. SQI саған береді. SQI тапсырдым, солиситор болдым, менде қолымда не бар, кәсібім бар. Мен енді несін таба аламын, несін пайда болады менде. LLM-нан білмеймін. Егер бірақ мұғалім болғыңыз келсе, онда LLM, әрине. Және егер шетелде жұмыс істесеңіз, LLM және мұғалімдер, олардың айлығы көп. Бірақ солиситорлардан одан да көп. Ешқандай қатысы жоқ. Мен тағы айтайын. Сен заңгер болмасан да, SQI тапсырсан, солиситор бола аласың. Білімі тек қана жоғары білім болу керек. Bachelor degree және жоғары. Болды. Ал физиксін, химик, биолог, ол несі жоқ. Ол сондай 21 жылдан бастап осындай нелерін берді, мүмкіншіліктерін берді. Тек қана заңгерлер емес, және бүкіл әлем олар ашық. Ағылшындар ашық. Ол бізде нарық, competition болсын, көбірек солиситор болсын, несі сервис қызметі сапалы жоғары болады. Тағы қандай сұрақтар бар? Мен әлі білмеймін, қандай баға болады. Жоқ, мен де білмеймін. Өйткені әрине басқалардан, провайдерлардан арзан, ол міндетті түрде. Және қазір менің дайындалып жатқан, мен дайын уже, дайын. Бірақ та оны білесіз ғой, несі, мысалы, кім білмейді, мен 9 кітаптардың автормын. Мен 9 кітаптардың автормын. Ол жазасын, сосын, мен тағы бірдеңе қосуым керек. Қосасын, осылай өзгертесін, жақсартасын, осылай, қазір осындай уақыт. Осы бағдарламаға жасайтын мәселе қазір осы. Сосын тағы есіме келді. Не үшін, ана провайдерлар, QLTS мысалы, 2,5 мың, 2 мың доллар тұратын нелері бағдарлама олардың. Олар бағдарламаны береді, бірақ ешқандай тютор жоқ. Несі, фидбак жоқ. Кіммен ақылдасу, мынау не екенін жоқ сондай. Бізде болады. Өйткені біз өзіміз отырып, өзіміз талқылаймыз. Мына түсініксіз нәрселерді егер түсіндіре алмасам, онда мен дайындалып, сосын жауап беремін. Тағы қандай сұрақтар бар?